Балапаным, мен саған бүгін бір қызық ертегі айтып берейін. Тыңдайсың ба? Иә, әже. Айсұлу, Күнсұлу деген бір екі қыз туралы ертегі айтам саған. Баяғыда ертеде бір екі қыз болыпты. Ағайынды. Біреуінің аты Айсұлу, екіншісінің аты Күнсұлу болыпты. Екі қыз екеуі де керемет сұлу болған, әдемі, бірінен бір өткен көркем сұлу болған. Сонда да екеуі таласады екен. Мен сұлумын, Айсұлу айтады. Күнсұлу айтады, мен сұлумын дейді. Екеуі күнде дауласады екен. Содан сөйтіп жүргенде бір күні Күнсұлу ашуланып, Айсұлудың бетін тырнап алады. Содан Күнсұлудың бет аузында тыртық болып қалады. Ал екеуі бір-біріне кездеспей қалады. Себебі Айсұлу деген тек қараңғыда, түнде ғана көрінетін болады. Күндіз бұғып үйінде жататын болады. Ал Күнсұлу болса, ол да түнде нетпей, ол екеуі күн сәулесінде күн болады. Біреуі ай болады, біреуі күн болады. Содан екеуі Айсұлу мен Күнсұлу ай мен күн болып бір-біріне кездеспейді. Сөйтіп екі апалы сіңлі екі жаққа кетіп, біреуі ай танып, біреуі күн атанып, екеуі екі мезгілде аспанға шығады екен. Содан ай мен күн болған екен. Күшті ме? Иә, күшті. Бақ, мен әже. Бақ, бұл жағының әр уақытта жолың ашық болсын алтыным.